Сәлем жас физик, бүгін біз нағыз ұбт-да тұрақты тоқ тақырыбына келген с-ден есепті талдайтын боламыз. Сонымен кеттік. Ішкі кедергісі 3,6 Ом, тұрақты тоқ көзіне өзара параллель жалғанған 5 шамды қосқанда тізбектің пәгі 85% болса, әр шамның кедергісі қанша деп сұрап отыр. Негізінде бұл электр тоғының пәгін тапқан кезде анда формула бар, 3 формула бар дейтін болсақ, біреуі кернеу бөлінген электр қозғаушы күш, екіншісі ол бізде кедергі және кедергі қосылған ішкі кедергі. Үшінші формула қандай? Міндетті түрде комментарий жазып кет, қаншалықты көбірек біледі екенбіз қарап отырайын. Осы жерден бізге мынандай мәселеде бұл формуланы түрлендіріп қиын етіп шығаруға болады. Бірақ бүгін сіздерге бір оңай жол ұсынғым келіп отыр, осы с-ден есепті шығарудың. Бізге жауаптардан бұл ұбт ғой. Жауаптардан 85% тауып алсақ жеткілікті де. Қалай? Біз былай істейміз. Мына жерде өзара параллель жалғанған 5 шам дейді. Яғни бұл жердегі R табатын болсақ, ол мына жерде R осын бөліп тастауымыз керек болады да. 76-ны допустим, мысалы. Әр шамның кедергісі деп отыр, мысалы. R жалпы бөлінген не де, мысалы, 5 деп та. Бізге R керек сонда. Яғни біз осы жерден 76-ны бөліп тастаймыз 5-ке. Қанша болады бұл жерден? Калькулятормен қолданайық енді бұл жерден. Калькулятор қолданатын болсақ, бізде сонда 76 бөлеміз 5-ке де. Шығады екен 15-те 2. 15-те 2 15-те 2 Ом шығып кетеді екен. Яғни біз бұның пәгін тапқан кезде 15-те 2-ні мұнда қосу ғой сонда. 3-те 6-ны қосып жібереміз да жерге. 15-те 2 қосамыз 3-те 6. Қанша болады? Табамыз ғой сосын. Так, 3-те 6-ны қосып жіберетін болсақ, 15-те 2 қосамыз 3-те 6 тең 18-те 8. Яғни біз 15-те 2-ні бөліп тастаймыз 18-те 8-ге. Тең 80-85 дейді. Яғни жоқ шаммен алған кезде 81% болды. Яғни сәл жақындап қалды екен. Келесі 152-ні қарастырайық. Мен басқа түспен айым, мысалы. Сонда біз 152-ні бөліп тастаймыз 5-ке. Формула бар негізінде. R тең болады. Толық тапқан кезде R бөлінген N деген формула бар осындай. Сол себептен қолданып отырмыз жерде, мысалы. R1, R2 дейді салынбасақ. Бізде осылай қолданып жатырмыз осы жерде. Так. Бұл жерде неше шығады? 30,4 шықпай ма? Калькулятормен сызайық, Так. 152 бүтін жоқ. Бөлеміз 5-ке. Тең 30-4 екен. Сонда біздің пәгіміз тең болады 30-4 бөлеміз 30-4 қосамыз 3,6 да. Так, қосып жіберейік. Қосамыз 3,6-ны. Тең 34 екен. Сонда біз 30-4-ті бөліп тастаймыз 34-ке де. 89-4 екен. Яғни жоқ шаммен алған кезде 89% деп ала берейік. Яғни А ответі және Б ответін сызыптаймыз. Келесі енді бұлай қарайтын болсақ, егер 76 Ом болған кезде 81%, ал 152 болған кезде 89% болды да. Демек, 76 мен 152-нің арасында ғой бізде 85% дегеніміз. Ұстаймыз ба? Ал ол бізде Д ответіне ғана келіп тұр да, бірақ тексеріп өтейік. Мысалы, 102-ні 5-ке бөліп тастайтын болсақ, 102-ні бөліп тастаймыз 5-ке. Тең 20-4 екен. Сонда пәгіміз тең болады 20,4 бөлеміз 20,4 қосамыз нешен жерден? 3,6-ға. Сонда 20,4-ті қосып жіберсек 3,6-ға тең болады 24 екен, ровно. 20,4-ті бөліп тастасақ 24-ке де. Сонда бізде 0,85 шығады екен. Бұл дегеніміз 85% емес па. Міне жігіттер қыздар, осындай с-ден есептің өзін жауаптарды теру арқылы оңай шығарып тастауға болады. Ұзақ формуланы түрлендіру қолданусыз. Ұнаса міндетті түрде лайк басып, достарыңмен бөліс. Келесі осындай талдауларда кездескенше.